Саффат сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Қатар-қатар сап түзеушілерге, періштелерге серт. Бір тобы сұғанақ жындарды тойтарып тастауда, енді бір тобы Алла жолдаған уақиды оқуда. Құдайларың, шүбәсіз жалғыз Құдай, күллі аспан әлемі мен жердің, және екеуінің арасындағы бар нәрсенің Раббы, һәм барлық күншығыстың және барлық батыстың Раббы. Біз жерге ең жақын аспанды жымыңдаған жұлдыздармен безендірдік, һәм оны әрбір қиқар, асы күнәһар шайтаннан қорғадық. Ол шайтандар көктегі ұлық періштелердің жоғарғы мәжілісіне ұрланып келіп, тыңдай алмайды. Тыңдауға ұмсынғандық, жан-жақтан аяусыз атқыланады. Жан-жақтан өздеріне қарай боратылған оқтың астында қалады. Сөйтіп олар аяусыз қуылады. Сондай-ақ бітпейтін азапқа душар болады. Дегенмен араларынан біреуі бір амалын тауып ұрланып келіп тыңдап, құлағы шалып қалған бір сөзді ала қашса, оның да соңына бірден жарқыраған ақпа жұлдыз түседі де, адым жерге жібермей көзін жояды. Олардан, мүшріктерден сұрашы, жаратылыс жағынан кім әлде қайда күшті? Әрі мығым солар ма? Жоқ әлде біз жаратқан өзге жаратылыстар ма? Яғни жер мен көк, һәм ондағы барлық жаратылыстар ма? Біз шүбәсіз олардың өздерін жабысқақ балшықтан жараттық. Сен Алланың әрісіне таңырқап, таңдайыңды қағып, кәпірлердің күпірлігіне аң-таң болып жағаң ұстайсың. Ал олар болса, сені һәм Алланың аяттарын мазаққа айналдырады. Олар иләһи ақиқаттар естеріне салынып, уақи арқылы ескертілгендерінде ескертуге де құлақ аспайды, ғибрат та алмайды. Ал таңғажайып мұғжиза көргендерінде өздері оны мазаққа айналдырғанымен қоймай, өзгелерді де оны келемеждеуге шақырады. Һәм бұл нағыз сиқыр, басқа түк емес. Демек біз өліп, топыраққа қаусаған құр сүйекке айналғаннан кейін қайта тірілтіліп, қабірлерімізден шығарылады екенбіз ғой, солай ма? Баяғыда өліп кеткен ата-бабаларымыз да ма? Олар да қайта тірілеме дейді. Оларға, һәм сендер әбден құр болған күйде тірілтілесіңдер де, сендер таңырқап тұрған бұл істің жүзеге асу үшін небәрі бір-ақ рет саңқ етіп, пәрменді дауыс шығады. Бір қарасаң, барлығы қабірлерінен шыққан бойда аң-таң болып, жан-жақтарына алақтап қарайды. Сонда олар сандарын соғып, ойбай құрдық, міне бұл қарымта күн деседі. Періштелер оларға, дәл солай, бұл кезінде өздерің жоққа шығарумен болған ақиқат пен жалғанның, имандылар мен имансыздардың аражігі ажырайтын, һәм араларында кесімді және ақтық үкім айтылатын күн деп айтады. Сол күні Хақ Тағала періштелерге, маған серік қосып ең үлкен зұлымдықты істегендерді, олардың жолдастарын һәм дүниеде Алланы былай қалдырып, табынған құдайларын бір араға жинаңдар, Алланы былай қалдырып, табынған құдайларын да жинаңдар. Сөйтіп барлығын жаһаннамның жолына салып айдаңдар. Тоқтатыңдар оларды. Олар алдымен дүниедегі істер үшін жауапқа тартылады. Сендерге не болған? Азаптан құтылу үшін неліктен бір-біріңе қол ұшын бермейсіңдер? Жоқ, олар бүгін бұрынғыдай қасарысуды, дандайсуды былай қойып, толық бойсұнған жағдайда. Олар бір-біріне беттеп келіп, біріне-бірі сұрақ жаудырып, салғыласа бастайды. Сонда дүниеде бағынышты болғандар көсемдеріне, сендер дүниеде бізге оң жағымыздан, яғни жақсылық ойлаған болып келіп, іші бауырымызға кіріп, өздеріңе қарататын едіңдер. Сөйтіп жалғанды хақ деп көрсетіп, бізді соған үндейтін едіңдер дейді. Олардың пір тұтқан көсемдері, жоқ, сендер онсыз да мүмін емес едіңдер. Оның үстіне, сендерді күштеп адастыратындай біздің сендерге соншалықты ықпалымыз да жоқ болатын. Керісінше, өздерің шектен шыққан азғын қауым едіңдер. Енді не айтсақ та кеш,
Раббымыздың бізді азапқа бұйырған сөзі, үкімі күшіне енді. Амал не? Енді бәріміз сол азаптың ащы дәмін татамыз. Дегенмен біз сендерді шынымен де азғырып, теріс жолға айдап салдық. Өйткені өзіміз де теріс жолда жүрген барып тұрған азғын едік деп айтады. Ендеше сол күні барлығы азапқа ортақтас болады. Яғни, азапты барлығы бірге тартады. Күнәға белшесінен батқан күнәһарларға осылай істейміз. Өйткені оларға Алладан басқа тәңір жоқ делінгенде тәкаппарлық ұстап. Сонда қайдағы бір жын шайырға бұла, құдайларымызды тәрк етеміз бе дейтін еді. Жоқ, ол шайыр да, жын да емес. Ол ақиқатты жеткізді, һәм өзінен бұрынғы хақ пайғамбарларды растады. Сендер әлгі жан төзгісіз азапты анықтатасыңдар. Күпірлікте мұншама қасарысуларың да соның айқын дәлелі. Қайткен күнде де не істеп не қойған болсаңдар, соның ғана қарымын аласыңдар. Алайда, Алланың өзі ықыласты еткен хас құлдарына келсек, олардың жөні бөлек. Олар қисапсыз сауапқа кенеледі. Міне, осынау ізгі жандар үшін арнайы ризық несібе бар, алуан түрлі жемістер. Һәм олар зор сый-құрметке бөленеді. Сарқылмас сан алуан нығметке толы жәннат бақшаларында. Жайлы орындақтарға шалқая түсіп, біріне бірі жылы шыраймен қарасып отырады. Оларға өздерін айналсоқтап, сый-құрмет көрсетіп жүрген жұмақ қызметшілері тарапынан қайнар бұлақтан жаңа толтырылған қадақтар ұсынылады. Онда мөп-мөлдір һәм сусындаған жандарды ерекше ләззатқа бөлейтін, мүлдем зарарсыз, һәм естен айырып, еліртпейтін сусын болады. Олар оған әсте мас болмайды. Қастарында өз жұбайларынан басқаға көз тікпейтін құралай көз, һәм бейне бір қабыршағында сақталған мөлтілдеген әппақ інжудей жан баласының қолы тимеген пәк жарлары болады. Һәм олар бір-біріне келіп, жақын сыр шертісіп, әңгіме дүкен құрады. Сонда араларынан біреу бұлай дейді: менің дүниеде бір жан жолдасым бар еді. Ол маған: сен шынымен де бұл ертегіге сенетіндердің қатарындасың ба? Демек біз өліп топыраққа, қаусаған құр сүйекке айналғаннан кейін қайта тірілтіліп, біріміз қалмай жауапқа тартылады екенбіз ғой, солай ма дейтін еді. Енді оны көргілерің келе ме? Содан көз жіберіп бір қарағандақ, әлгі жолдасын жалындаған жаһаннамның қақ ортасынан көреді. Сөйтіп оған: Алланың атымен ант етейін, өзіңмен қоймай мені де құрдымға батырып, құрта жаздаған екенсің. Егер Раббымның маған нәсіп еткен иман деген ең үлкен нығметі болмағанда, мен де тұтылып, қол-аяғым аталған күйде жаһаннамға әкелінгендердің арасында болар едім дейді де, жұмақтағы достарына бұрылып: біз енді бұдан бұлай өлмейміз ғой, солай емес пе? Яғни дүниемен қош айтысқандағы алғашқы өлімімізді бұлай қойғанда, ендігәрі өлмейміз ғой. Сондай-ақ ешбіріміз азапқа да душар болмаймыз, солай емес пе дейді. Шүбәсіз, ең зор жетістік, ең үлкен табыс міне осы. Қандай да бір жетістікке жетуді көздеп еңбек еткендер, әсілі осындай зор жетістікке жету үшін еңбек етуі керек. Өздерің айтыңдаршы, мәңгілік сый-құрмет мекені осынау жұмақ қайырлы ма, жоқ әлде тозақтың заққұм ағашы ма? Біз ол ағашты тозақы залымдар үшін сынақ һәм азап құралы қылдық. Ол жалындаған жаһаннамның шыңырау түбінде өсетін ағаш. Жемістері құдды шайтандардың бастары сияқты. Тозақлар сол ағаштың жемісін өлгенше жеп, қарындарын лықа толтырып, қампайтып алады. Содан кейін оларға заққұмның артынан шетін бұрқ-сарқ қайнаған сусын беріледі. Содан соң олардың қайтар жері шүбәсіз жалындаған жаһаннам болмақ. Олар өздерінің ата-бабаларын адасқан күйде көрді. Енді өздері де жанталасып, солардың ізін қууда.
Анығында олардан бұрын өткен алғашқы нәсілдердің де дені дәл солай тура жолдан адасқан болатын. Біз оларға өз араларынан шыққан ескертуші пайғамбарлар жібердік. Ендеше алдын ала ескертілген сол нәсілдердің ақырының не болғанына қара. Тек араларындағы Алланың өзі ықыласты қылған таңдаулы құлдарының жөні бөлек. Олар Алланың шарапатына бөленіп, қауымдастары ұшыраған азаптан аман қалды. Ал енді соларға мысал ретінде кезінде Нұх бізге мұңын шағып, жалбарынған еді. Біз де оның дұғасын ілтипатпен қабыл алған едік. Оның өзін һәм маңайындағы жақындары мен мүміндерді сол бір топан су басқан алапат апаттан құтқарып қалдық. Сөйтіп, оның ұрпағын жер бетінде тіршілік етіп қалатын қылдық. Сондай-ақ оны қияметке дейін келетін кейінгі ұрпақтардың арасында жадында жақсы атты қылдық. Күллі жаратылыс ішінде Нұхқа сәлем жаусын. Біз бейне бір Алланы көріп тұрғандай жан тәнімен игілікті істер істеген ізгі жандарды міне осылай марапаттаймыз. Шүбәсіз ол хас мүмін құлдарымыздың бірі еді. Нұх пен оның жақындарын аман алып қалғаннан кейін қалғандарын суға батырдық. Ибрахим де шүбәсіз оның ізбасарларынан еді. Ол Раббысына рухани дерттерден ада болған пәк жүрекпен бет алған еді. Ол әкесіне һәм қауымына сонда сендер не нәрсеге табынып жүрсіңдер? Сонда жалған мен жала жабу үшін Алладан өзге тәңірлерді қалайсыңдар ма? Қалай ғана дәттерің барып Алладан өзгеге табынасыңдар? Сендер әлемдердің Раббын кім деп ойлап жүрсіңдер деген еді. Содан бір мейрам күні ол қауымының діни рәсіміне қатысуға шақырылғанында жұлдыздарға бір рет көз жіберді де, менің шынымен мазам қашып тұр деді. Сол-ақ екен, қауымы одан сырт айналып кетіп қалды. Содан Ибрахим олардың тәңір тұтқан пұттарының қасына ұрланып келді де, алдарына қойылған мерекелік дәмді көріп, мысқылмен, алдарыңдағы дәмнен жемейсіңдер ме? Сендерге не көрінген? Неге сөйлемей мелшиіп тұрсыңдар деді. Содан жан баласына сездірместен, оларға төнген бойда бар пәрменімен аямай ұрып, шетінен қирата берді. Содан мұны естіген жұрт бірін-бірі таптап кете жаздап, жапа-тармағай оған қарай бет алды. Сол кезде Ибрахим, сонда сендер өз қолдарыңмен қашаған меңіреу тастарға табынасыңдар ма? Өздеріңді де, бүкіл істеріңді де жаратқан бір Алла тұрғанда, меңіреу пұттарға құлдық ұрасыңдар ма деп, олардың өздерін жазғырды. Ақыр соңында қауымы оны қандай жазаға тартуды өзара кеңесе келе бір ауыздан, қане, бәрің жұмылып, оған арнап, отыннан алып құрылыс тұрғызыңдар да, соған от қойып, оны жалындаған отқа тастаңдар деді. Сөйтіп олар өздерінше Ибрахимге тұзақ құрып, қастандық істемекші болды. Алайда біз олардың өздерін жер қылып, жеңіліс таптырдық. Ақырында Ибрахим қауымының түзелмесін түсініп, мен тек Раббымның разылығын көздеп, бұл арадан қоныс аударамын. Раббым мені өзіне емін еркін құлшылық ететін жеріме жеткізет, бағыттайды деді. Һәм, уа Раббым, маған ізгі жандардың бірі, һәм бірегейі болатын ізгі перзент бергейсің деп дұға етті. Біз оның дұғасын қабыл алып, оны ізетті де салихалы перзентпен сүйіншіледік. Сөйтіп, Алладан тілеп алған сүйікті перзенті ер жетіп, өзінің қасында жүріп, қолғабыс көрсетуге әбден жараған шағында, балам, соңғы бірнеше түн қатарынан түс көрудемін. Түсімде өзіңді құрбандыққа шалып жатыр екенмін деймін. Бұған не дейсің деді. Сонда бала жігіт еш абыржымастан, уа әкетай, сен өзіңе бұйырылғанды істе. Алла қаласа, менің Алланың пәрменіне мойын сұнуға келгенде өте сабырлы жандардың бірі екенімді көресің деп жауап берді. Содан екеуі де жаратқанның жарлығына қалтқысыз мойын сұнып,
Ибрахим баласын оң жақ қырмен жерге жатқызғанда, біз оған «Уа, Ибрахим» деп үн қаттық. Сен түсіңде көрген иләхи пәрменді растадың, һәм өзіңнің Аллаға шын берілгендігіңді дәлелдедің, енді балаңды құрбандыққа шалмай-ақ қой. Біз бейне бір Алланы көріп тұрғандай жан тәнімен игілікті істер істейтін ізгі жандарды міне осылай марапаттаймыз. Шүбәсіз бұл үлкен сынақ еді. Нәтижеде оған баласының орнына ірі құрбандық нәсіп еттік. Сондай-ақ оны қияметке дейін келетін кейінгі ұрпақтардың арасында жақсатты қылдық. Ибрахимге Алладан һәм күллі жаратылыстан мың сәлем. Біз бейне бір Алланы көріп тұрғандай жан тәнімен игілікті істер істейтін ізгі жандарды міне осылай марапаттаймыз. Шүбәсіз ол хас мүмін құлдарымыздың бірі де бірегейі еді. Оны ізгі жандардың ішінен пайғамбар болатын тағы бір ұлы Исхақпен де сүйіншіледік. Сөйтіп, тұңғыш балаға да, Исхаққа да құт береке тарттық. Екеуінің де ұрпағының ішінде Алланың өздерін үнемі көріп, бақылап тұратынын жадында ұстап, құлшылық ететін ізгі жандармен қатар күпірлікке ұрынып немесе күнәға белшеден батып, өз-өздеріне ашықтан ашық, зұлымдық жасайтындардың да бары анық. Мұса мен Харунды да шексіз нығметке бөледік. Олардың өздерінде, қауымында сол бір құлдық пен зорлық зомбылық деген алапат қасіреттен құтқардық. Біз оларға озбыр қауымға қарсы жәрдем бердік. Соның нәтижесінде жеңіске жеткендер солар болды. Сондай-ақ ол екеуіне иләхи ақиқаттарды һәм екі дүниеде де бақытты болудың жолдарын айқын көрсететін кітап бердік. Сөйтіп екеуін қай мәселеде болмасын тура жолға бағыттадық. Һәм екеуін бірдей қияметке дейін келетін кейінгі ұрпақтардың арасында жақсатты қылдық. Мұса мен Харунға да Алладан һәм күллі жаратылыстан сәлем. Біз бейне бір Алланы көріп тұрғандай жан тәнмен игілікті істер істейтін ізгі жандарды міне осылай марапаттаймыз. Шүбәсіз екеуі де хас мүмін құлдарымыздың қатарында еді. Шүбәсіз Ильяс та Алланың хақ дінін насихаттау үшін жіберілген пайғамбарлардың бірі еді. Ол қауымына: сендер Алладан қорықпайсыңдар ма? Бағылға жалбарынып, жаратылыс атаулыны сондай керемет һәм лайық сипатта жаратқанды тәрік қыласыңдар ма? Өздеріңнің де Раббыларың һәм арғы ата-бабаларыңның да Раббысы болған Алланы тәрік қыласыңдар ма деген еді. Алайда қауымы оның өзінде, сөзінде өтірікке шығарды. Сол себепті олар тұтылған бойда жауапқа тартылу үшін Алланың құзырына әкелініп, ақырында жаһаннамға тасталады. Тек араларындағы Алланың өзі ықыласты қылған таңдаулы құлдарының жөні бөлек. Олар Алланың шарапатына бөленіп, қауымдастарының басына келген азаптан аман қалды. Оны да қияметке дейін келетін кейінгі ұрпақтардың арасында жақсатты қылдық. Ильясқа да Алладан һәм күллі жаратылыстан мың сәлем. Біз бейне бір Алланы көріп тұрғандай жан тәнімен игілікті істер істейтін ізгі жандарды міне осылай марапаттаймыз. Шүбәсіз ол да хас мүмін құлдарымыздың бірі еді. Шүбәсіз Лут та Алланың хақ дінін насихаттау үшін жіберілген пайғамбарлардың бірі еді. Біз оны һәм өзімен бірге иман келтірген отбасын пайғамбарлық міндеті тәмамдалған соң күнәһарлар жайлаған елден шығарып, алапат-апаттан түгелдей аман алып қалдық. Алайда оның өмірлік жолдасы бола тұра иманға келмей, күнәһарлармен бірге жұртта қалған кемпірдің жөні бөлек. Оны құтқармадық. Артынша жұртта қалғандардың бәрін жаппай жермен жексен еттік. Ал селдерге сапар шеккендеріңде, олардың жермен жексен болған жұрттарынан тәңірден өтесіңдер, түнде де өтесіңдер, сонда да ақылға салып ойланып, осынау оқиғалардан ғибрат алмайсыңдар ма? Шүбәсіз Юнус те Алланың хақ дінін насихаттау үшін жіберілген пайғамбарлардың бірі еді.
Бірде ол қожайыннан қашқан құлға ұқсап, өз бетімен қауымын тастап, жолаушыға лықа толы кемеге мініп кеткен еді. Ол жол үстінде кемедегілермен бірге жеребе салысып, жеребеден ұтылып қалды. Содан кемедегілер оны суға тастап жіберді. Сонда ол Алланың рұқсатынсыз өз бетімен қауымын тастап кеткен үшін қатты өкініп, өзін-өзі жазғырумен болған еді. Сол-ақ екен, оны бір алып балық жұтып қойды. Егер ол Раббысын үнемі лайықты деңгейде ұлықтап, дәріптейтін жан болмағанда, қиямет орнап, өлілер қайта тірілетін күнге дейін сол балықтың қарнында қалар еді. Алайда біз оны әбден әлі құрып, ауырып тұрған күйінде ағаш атаулыдан жұрдай тақыр жағалауға лақтырып шығарып тастадық. Сөйтіп, оған сая болсын деп, басына, маңына бір түп асқабақ өсіріп қойдық. Һәм оны саны 100 мыңға жететін, тіпті одан да асып жығылатын өзінің қауымына қайта жібердік. Олар бұл жолы жаппай иманға келді. Сөйтіп оларға белгілі уақытқа дейін тіршілік етуіне мұрсат бердік. Олардан сұрашы, қыз балалар Раббыңа, ал ұл балалар соларға тиесілі ме екен? Жоқ әлде періштелерді ұрғашы етіп жаратқанымызға олар куә болып па? Біле білсеңдер, олар жаратқанға жала жауып, Алла балалы болды деп айтады. Шүбәсіз олар барып тұрған өтірікші кәззаптар. Сонда Алла ұл мен қызды бөліп жарып, қыздарды ұлдардан артық көріп пе? Сендерге не көрінген? Қалай пішіп кесіп үкім етесіңдер? Өздерің сәл де болса ойланбайсыңдар ма? Әлде сенімдерің мен сөздеріңді қуаттайтын нақты да айқын дәлелдерің бар ма? Егер айтқандарың рас болса, қане, сөздеріңді қуаттайтын кітаптарыңды әкеліңдерші, көрейік. Сондай-ақ олар Алла мен жындар арасында туыстық бар дегенді шығарды. Әйтсе де жындар Алла мен өздерінің арасындағы қатынастың қандай екенін, һәм күндердің күнінде өздерінің жауапқа тартылу үшін Алланың құзырына апарылатындықтарын жақсы біледі. Алла олардың өзіне теліп жүрген сипаттарынан мүлдем ада. Тек Алланың өзі ықыласты еткен хас құлдарының жөні бөлек. Олар мүшіріктер сияқты жаратқанға лайықсыз сипаттарды әсте телімейді. Ей мүшіріктер, сендер де, табынып жүрген құдайларың да ешкімді азғырып тура жолдан һәм Алла жайлы дұрыс сенімнен тайдыра алмайсыңдар. Тек өздігінен жалындаған жаһаннамға кіріп, отқа қақталғысы келетін пенденің жөні бөлек. Ондай бейбақтың ықпалдарыңа түсері сөзсіз. Өздеріне жала жабылған періштелер былай дейді: біздің әрқайсымыздың Алланың құзырында белгілі орнымыз бен атқаратын тұрақты міндетіміз бар. Одан пәрмен алып, соны орындау үшін кезек күткен қатар-қатар сап түзеушілер мына бізбіз. Сондай-ақ біз оның мінсіз екенін жар салушыларымыз. Мүшіріктер кезінде былай деп айтатын: егер де алғашқы үмбеттерге берілген кітап сияқты бір кітап біздің де қолымызда болғанда, шүбәсіз біз де Алланың өзі ықыласты қылған хас құлдары болар едік. Ал енді сол кітапты өздері жоққа шығаруда. Олар мұның неге келіп соқтырарын әлі-ақ білетін болады. Біз пайғамбар ретінде жіберген хас құлдарымызға қатысты кесімді сөзіміз әлде қашан айтылған. Олар бар ғой, бізден жәрдем алып, сөзсіз жеңіске жететіндер міне солар. Шүбәсіз әрдайым үстем болатын біздің әскеріміз. Ендеше, белгіленген уақытқа дейін олардан теріс айналып, адам айтқысыз сөздері мен қылықтарына көңіл аударма. Оларға қара, олар өздері де күпірліктің неге келіп соқтырарын әлі-ақ көретін болады. Әлде олар жойқын азабымыздың бастарына тез арада келуін тілей ме? Ендеше, жойқын азабымыз олардың мекен жайларына жай отындай болып түскен кезде ескерту алса да, оған құлақ аспағандардың көрер таңы өте жаман болмақ. Олай болса, белгілі бір уақытқа дейін олардан теріс айналып,
адам айтқысыз сөздері мен қылықтарына көңіл аударма. Оларға қара. Олар өздері де әлақ көретін болады. Шексіз үстемдік пен ұлылықтың Раббысы болған сенің Раббың, олардың өзіне теліп жүрген лайықсыз сипаттарынан мүлдем ада. Алланың хақ дінін жаю үшін жіберілген барлық пайғамбарларға Алладан һәм күллі жаратылыстан мың сәлем. Бармадақ. Шексіз шүкіршілік күллі әлемнің Раббысы